Так, бізде мына комната бар. Комнатаның үстінде мынандай ригель қойдық. Ригельдің ұзындығы, мына жерде ширинасы және высотасы барлығы жазылған. Применить. Мінекей біздегі толықтай дерлік қабырға дайын. Енді осыған бір астындағы бірінші комодты жасайық. Астын бізді бұны ящики дейік. Ящики болсын. Бұл прямой болады. Ширинасы 2400 болсын. Высотасы 500. Глубинасы 0 болсын. Ақ пола 350 болсын. Одан кейін дубсанома, задняя стенка HDF, дубсанома бола берсін. Задняя стенка накладной, планка, вкладной, дно вкладной. Низ без опоры, без опоры. Применить. Все. Мінекей. Мына жерде қазір бізде дайын болды. Енді осыны аламыз дағыны. 350. Енді аламыз дағыны, осыны біз стойкаға бөлеміз. Стойкалар бізде тоже дубсанома болсын. Давай. Кеттік. Бізде стойка қанша стойка бар? 2 стойка бар, я? 2 стойка. Все. Аламыз дағыны қоя саламыз. Мені әдемі болып шыға келді. 2 ящик қоюымыз керек. 2 ящик қоюымыз үшін мына жерде ящикке басамыз. Осы жерден тандемді басамыз. Давайте бұл жолы біз блумен жұмыс істейік. Накладной болсын. Минификс, дубсанома. Фасады бізде тоже дубсанома болсын. Все применить. Басамыз, бірден 2 штук деп жазамыз. Все. Мына жерден де тоже басамыз, бірден 2 штук деп жазамыз. Басамыз, 2 штук деп жазамыз. Все. Енді, қараңыз. Дубсанома полностью дайын, ящиктер ашылып тұр, ешқандай проблема жоқ, зазорлардың бәрі есептелгені өзі ровно шығарып тұр. Енді келесі этап дәл осыған аламыздағыны төбесіне планка қоямыз. Мына жерден аламыздағыны мына панельді таңдаймыз. Сөйтіп осы жерге плюсті басқан кезде ортаға панель пайда болады. Осыны алып, өзімізге ыңғайлы жерге бүйтіп жылжытып қоя береміз. Мінекей, қойылды. Мынаны алып тартамыз да мынаның бетіне барады бұл. Мінекей. Одан кейін мынаны тартып, астына апарамыз. Енді осыны біз гнутый қылып жасауымыз керек. Гнутыйды қалай жасаймыз? Біз мына панельді таңдаған кезде, осы жерден сізге сұрайды. Қай жағына кромка болу керек деген сияқты. Тоже осы жерден біз қаласақ круговой кромка тәтете салсақ болады. Аламыздағыны мына осы жерден гнутый дегенді таңдаймыз. Изнутри, снаружи деген сияқты варианттар сұрайды сізден. Бізге бұл радиус 100 болу керек, мына жағын 0 болсын. Применить, мінекей. Енді аламызда алдынан минус 100 дейміз. Мінекей. Енді осыны жылжытып, ыңғайлы етіп, тақасақ болады. Міне, дайын, е. Дәл осыны алып, мынаны аламыздағыны дублировать переместить етіп, мына жаққа апарамыз. Енді қараңыз, біз бұны 2 варианты бар. Қаласақ аламыздағыны дәл осыны панельді зеркалтетесақ болады. Міне, апарсақ бүйтіп магнит сияқты тартып алады. Панельге кіреміз, мынаны таңдаймыз, аламыздағыны төбеге жылжытамыз. Мінекей. Бұл жерде біз вертикальный емес, бұл горизонтальный болсын. Алып, артқа қарай тақап, астқа қарай тақап, жанға қарай тоже тақасақ болады. Мінекей, мына беті. Мынаны аламыз, мына жаққа тақаймыз, мынаны алып алдына істейміз. Мінекей. Енді қараңыз, бұл бізде басқаша материал, я. Аламыздағыны, мына жерден алаяқтаған біз бұны давайте МДФ. Енді мына жерден біз краска давайте етсек болады. Мына МДФ, краска, склейка. Мына жерге мына МДФ краска болсын. Бұл жерден толщинасын мына 16, я. Краска 16 деп жазсақ болады. Сохранить. Все. Неге бұған текстура белгілемедік? Себебі, мынаны таңдаған кезде біз осы жерден материалдан МДФ краска ауыстырып, мына жерден кез келген цветті таңдасақ болады. Міне қара цветті таңдадық. Енді аламыздағыны осы панельдің шетін таңдап, мына жерден скругление жасаймыз. 100. Енді біз осыған тек келесі шкафтарды қоямыз. Ол үшін мына шкафты таңдап, модульді таңдап, осы жерден кез келген пока шкафты қойсақ болады. Енді аламыздағыны бұны біз мына жерден давайте крышасы, бұның крышасы вкладной болсын. Дыносы накладной болсын. Бірақ қараңыз, бұның дыносы бізде өте қысқа, где-то 50-лік. Енді осыны жылжытып, осы жерден размерлерін тоже жасақ болады. Бізде ширинасы бұның 550-дей. Так, алып, мына жерден бүйтіп жылжыта берсек болады. Так, аламыздағыны мынаған дейін қоямыз. Енді бұл мына жаққа жылжиды, мінекей. Мына шетінен таңдап, мына бетке қоямыз. Глубинасы 400 болсын. Глубинасы 400, е? Мінекей. Енді осыны тағы да дублировать етсек болады. Аламыздағыны қасынан дублировать басамыз. Мінекей. Енді қараңыз. Біз бірден осы жерге фасад қойып кетсек болады. Мына жерде біз цокольді айтпақшы ауыстырып кетсек болады. МДФ краскаға ауыссын. Бұның красканың түсі, бірақ бізде мынандай бежевый түсті болсын. Мынаныңкі де
краскаға ауыссын. Мынау бізде тоже бежевый оттенкте болсын. Фасад накладной кете берсін. Левый бұл нижний открывание болсын. Так. Бұл үшін 4 панельді осылай таңдаймыз. Мінекей. Қаласақ, мынаның сол жағына, слеваға красканы қойып, осы жерге минус 16 деп плюс қойсақ болады. Міне. Бізде мына шеті дайын. Мінекей. Біз мына жердегі шкафты таңдап, бұл жерден фасадтан ручканы алып, ручкаға без ручкті таңдаймыз. Все. Ручка жоқ. Енді қараңыз. Дәл осылай мына шкаф бар, келесі шкаф. Біз осы шкафтың высотасын өзгертсек болады. Енді высотасын алайықтағына 2700-ге 200-ге қояйық. Төбесіне біз антресор қоя аламыз. Енді қараңыз. Дәл осыны V дегенді басақ, үстіне шкаф қойып береді бізге автоматты түрде. Міне қараңыз. Осыны аламыздағына тоже размерін кішірейтсек болады. Алып, колоннаға тақалсақ, өзі тақалады колоннаға. Міне. Мінекей бізде шкафтың антресолі толықтай дерлік дайын. Енді қаласақ дәл осыны біз дублировать етіп қайтадан. Бірақ бұны мына жағына қоя аламыз. Аламыздағына мына бетке қоямыз, бұны алып астыға тарта саламыз. Міне. Өзі магнит сияқты тартып алады. Шрифтті кнопкасы. Мына жерден бізге керек 4 полка. Мінекей. Енді қараңыз. Бізде мына жақта шкаф, бұның барлығы енді бізде ыдыс аяқ наймаға болғаннан кейін осы жерге қоя берсек болады. Мына полкаға кірдік. Мына жерден былай плюсті басып, сразу біз өзгерте аламыз. Қанша полка керек, соншалықты. Так, бірінші полка қойып алайық. Одан кейін біз қаласақ осы жерге ящик қоя аламыз. Кезде 5 полканы таңдап, осыны 4-ке айналдырайық. Және бізге осы жерден белгілі бір мына расстояние керек. Екінші расстояние бізде 500 болсын. Мына бізде қазір 500. Қаласақ мұны L-ді көрсетіп қояйық, мұны 500. Қаласақ бұны 550. Осылай жаза берсек болады. Мына бізде 500 болды. Енді қараңыз. Осы жерге біз ящиктер қояйық. Ящикті таңдадық, тандемді таңдадық, мына жерден вкладной, барлығын таңдадық, MDF краска, жоқ бұл тупсанома, применить. Мына жерден басқан кезде сізге ящиктің санын сұрайды, қанша бізге 4 керек. Окей. Осы жерде бізге дополнительный жанынан планка керек, мынаған. Справа деп таңдасақ болады. Міне, бізде есік былай қарай ашылады ғой. Сол үшін, мына жаққа осындай планка қоямыз. Енді осыған фасад қойсақ, толық фасад қоюымыз керек. Фасадты аламыз, моделімді таңдайық. Барлығы қала берсін. Краска бізде бағанағы әлепке түс болсын. Басып, бірінші астыңғы бөлікке қойып аламыз. Мынаған және мынаған. Қараңыз, фасад қойылды, 466. Біз бите аламыз. Қараңыз, прозрачныйға қойайық. Мынаны таңдап, фасадын таңдап, открывание жоқ, левый емес, правый, жақы минус 465. Мінекей, петлясы бәрі қойылды. Енді дәл осылай келесі жағына правый қойып, мынаны таңдай аламыз. Мінекей. Бізге оң жағына фасад қойылды. Қаласа ашып көре аламыз. Режимға қойып. Ашқан кезде петлялар өз автомат түрде бізде жылжытып жасап береді, ыңғайлы етіп. Міне. Енді бізге мына шкафқа сол жағына планка керек. Слева дейміз. Слева жағына фальш панель, краска, плюс. Міне. Өте әдемі болды. Енді дәл осындай бір панель қояйық. Тоже овальный панель болсын. Плюсті бастық. Мынаны аламыздағыны жылжытамыз. Бұлай тартып келтіресақ болады бұны. Енді бұл жаңағындай бізде овальный панель. Бұның материалы болады. Мына жерде материалы бізде тупсанома емес, краска болады. Енді біз панельді таңдап, мына жерден үстін таңдаған кезде қаласақ, мына жағына минус 105 дейік. Внутрыға 100 дейік. Айға 0 дейік. Мінекей. 105 емес, бұл 100 болсын. Минус 100 болсын. Енді осыны алып қаласақ жылжыта береміз. Міне, алып қойдық. Майсаннан кейін кішкене мына жер цветі басқаша болып тұр. Енді дәл осы модульдардың барлығын қаласақ екінші жаққа дублировать ете аламыз. Мынаны алдықтағына копировать ете аламыз. Копировать етіп алғаннан кейін аны жылжытып мына жаққа. Мінекей, алып, мына стрелкадан таңдап, мынаған таңдасақ өзі магнит сияқты жабысып алады. Енді аламыздағыны бұл жердегі планканы слеваны минусовать етіп, справаға апарып плюс қойсақ болады. Міне. Қаласақ осы жерден открыванияны өзгерте аламыз. Бастық, фасадты қойып, үстін басып, бізде левый емес правый открыванияға ауыстырайық. Мінекей, ауысты. Дәл осылай, дәл мына шкафты да өзгертеміз. Копировать етейік. Бұл жаңағы бізде бірінші вариант болды. Енді
Екінші варианты просто осыны апарып мына жаққа. Мінекей нанды аламыз да мына жаққа жылжытамыз. Мінекей. Жылжыды, иә. Алып осыны есіктерін қайтадан зеркалдетсек болады. Аламыз. Мынаны левыйға ауыстырамыз. Минус 465. Все, ауысты. Енді мынандай модуль қойдық. Осының глубинасы 400 болсын. Артқы қабырғаға тақаймыз. Мына жаққа тақаймыз. Мына жаққа тақаймыз. Бұл бізде ашық, иә, ашық жер. Ашық жер. Мына тағы да глубинаға, артқы стенкасы бізде мынау, иә. Бізде осы накладной, бірақ бұның материалы бізде бұл краскіге ауыссын. Так. Мынаның және мынау да краскіге ауыссын. Қаласақ, дәл осы жерден біз мына қара цветті таңдай аламыз. Все. Мынаның да артқы стенкасындағы қара цветті таңдай аламыз. Все. Высотасын аламыздағыны 250-ге қояйық. Мына 300 деген сияқты. Мына 300 өзгерді. Енді дәл осы жерге бізге подсветка керек. Панельді таңдап, мына жерде панельді таңдап, осы жерде пазы таңдаймыз. Отступ барлығын таңдасақ болады. Бізде енді ортасында болғандықтан 400 болса, бұны 200-ге қояйық. Глубинасы 10. Все, бізде мына жерде подсветканың орны бар. Мінекей. Енді мына жерде қазір кішкене давайте біз материалды қаласақ, мына жерден материалды таңдасақ, цветін өзгерте аламыз. Кішкене ашықтау цвет. Мына серый болды. Мына, мына жерде де қаласақ, осының цветін өзгерте аламыз. Кішкене бізге ашықтау болып көрініп тұрсын. Енді төбесіне де қосайық. Мына верхті баста қайтадан дәл осы дублировать етіледі. Размерін алып, мына жерден тартып үлкейте салсақ болады. Бұның глубинасы бірақ бізде минус 16 қойдық. Енді осыған стойка қоямыз, шрифт S. Бізде 1, 2, 3, 4 стойка бар. Все, дұрыс. Қойдық. Қараңыз. Бізде бұның барлығы корпусы мынау бізде толықтай дерлік тупсанамаға айналдырайық. Задний стенкасы бізде HDF-қа ауыстырсақ болады. Мына жердегі стойкалар бар ғой. Стойканы да тупсанамаға айналдырсақ болады. Заменить. Енді осы жерге фасадтарды қояйық. Енді қараңыз, фасад қоямыз. Ол үшін осы жерден таңдаймыз. Дәл осылай қай жаққа ашылуы керек. Лево, правый. Мына екеуін бірден таңдайсақ болады. Мынау және мынау. Енді дәл осылай тағы да біреуін таңдаймыз. Мынау. Енді бізге біреу керек, біреу бізде правый открывание болсын. Мынау. Мінекей. Сұрағандай толықтай шкаф дайын. Кез келген шкафта сызуға болады дәл осылай. Низ деп жазсақ болады. Келесі, біз бағана негізі сразу жазып алуымыз керек еді, бізде шкаф болмаса пенал деп жазсақ болады. Пенал. Енді аттарымен бүйтіп қалай берсек болады, ол бір верх па верх. Себебі мына жерде ол нумерация бар бізде бәрібір. Біз мына жерден енді суммасын бізге санап берді, даже қанша болатын квадратын сразу бағасын есептеп беріп отыр. 2 миллион 100 теңгеге осыны жасауға болады екен. Мынада да бар екен. Так, мынаны таңдаймыз. Тоже осыған пазға қоямыз. Бұл жерге изнутри емес, снаружыға қоямыз. Бізге отступ 100 болсын, жоқ 100 емес. 100 бола берсін, ширина 16 болсын. Кемені паз жасалды. Бірден сборочный чертеж жасасақ болады. Болмаса карта раскройға жіберсек болады. Карта раскрой. Мына карта раскройға шығарған кезде бірден толықтай бізге раскрой шығарып берді. Мына жерде сыймай қалды. Мына қаласақ бізде дупсанамада текстура бар, мынада текстура бар, мынаған текстура жоқ деген. Все, умныйға қоямыз. Мына жерде дупсанама бізде 2800 болсын, как эггерский вариант болсын, 2070. HDF қаласақ 2800-ге 2070. Ширина все қалды. Енді раскройға жібердік. Мінекей, қайтадан толықтай дерлік бізде бүкіл панельдердің раскройы жасалды. Қаласақ мына жерде мінекей көруге болады. Бізде присадка тесіктерін көрсетіп тұр. Біз мына жерден галочканы алып тастасақ болады. Қойсақ та болады. Бұл енді сіздің қалауыңызға байланысты. Егер сізге бұл керек десеңіз қоясыз, керек емес болса алып тастай бересіз. Мінекей толықтай қарап көруге болады. Қанша лист кетті, қанша деталь кетті, қаншалықты раскрой болды және қай панель қалай орналасқан. Осының барлығын осылай көріп білуге болады. Мына жерде сізге көрсетеді қаншалықты деталь сыйған, сыймаған. Бізде барлық деталь сыйып тұр.
Endi alamizda pechat jasay salamiz. Miniki mınancha list ketdi, mınancha procent отход bo'ldi, kromkasi mınancha metr ketadi ekan. Mana dupsa nomada mınancha, mana so'ng detallari, mana soncha, mana so'ng detallari degan siyoqda полный bizda spisak. Qalay? Lekin unaqa mіндетті түрде бізбен бірге болыңыздар.